Тастанды. Нағима Әмірқызы. Дәліз түбіндегі палатадан шыққан медбике әйелдерді босандыратын бөлімге қарай кетіп бара жатқан акушер-гинекологтың соңынан тұра жүгірді. Нағима Әмірқызы, 2 күн бұрын өзіңіз босандырып алған Айна деген келіншек баласын емізбей жүр. Дәрігердің төбесінен жай түскендей болды. Емізбегені қалай? Мүмкін емес. Емізуді білмейтін шығар. Көрсетіп, үйрету керек еді ғой. Дәрігердің қашанға әдетінше кісіні кінәлаудан бұрын өз істерінен кемшілік іздеп жатқанына сыралғы медбике мырс ете қалды. Мүмкін болғанда қандай, Нағима Әмірқызы? Ол тіпті емізуге әкелген баласына қарамастан теріс қарап, тарс бүркеніп жатып алды. Ешкіммен сөйлеспейді де. Енді не істеп жатырсыңдар? Балаға не беріп жүрсіңдер? Алғашқы күні сол палатада жатқан әйелдер қарны аш балаға жандар ашып, нәрестені кезектесіп емізген. Сосын жаңа туған сәбиге беретін арнайы қоспаға тапсырыс жасадық. Түнгі ауысымнан кейін күн аралатып жұмысқа келгенде естіген осындай жаңалықтан жас дәрігер Нағима Әмірқызы есінен танып қала жаздады. Ой Аллай, неше түрлі сұмдық бола береді екен-ау, деді ол күбірлеп. Баласын емізбегені несі? Ешкіммен сөйлеспегені несі? Қой, бүйтіп отыра беруге болмас. Ауысымның аяғына дейін анық қанығына жетіп, мәселені шешу керек. Перзентханаға жаңадан келіп түсіп жатқан әйелдерді қабылдап жатыпты, палаталарды аралап жүріпті, өзін айран асыр еткен осы жайға ойша орала берді. Опырмай, өз баласынан безінген деген не сұмдық? Бұған не істесем екен? Оқиғаның оқыстығы сонша, не ашуланарын, не таңданарын білмеді. Әріптестерінен босанған әйелдердің ішінде өз баласынан безінетіндер болатыны туралы талай естігенімен, өз тәжірибесінде әлі ондай жай кездеспеп еді. Содан да болар, алғашында абдырап, не істерін білмей, тығырыққа тіреліп ақ қалды. Басында бойын бұрқ еткен ашу кернеді. Палатаға жетіп барып, баласынан безінген келіншекке дүрсе қоя бергісі келген. Әле ол ойынан қайтып, алқымына тығылған ашуды сабырға жеңдіруге тырысты. Шынын айту керек, бұрын қаншама рет естігендіктен өмірде ондай жайдың кездесетінін білсе де, өзі ешқашан бетпе-бет келмегендіктен көңіл түпкірінде оқиғаның шындығына деген сенімсіздік те бар еді. Сондықтан не де болса барлығын өз көзімен көріп, өз құлағымен есту үшін Айна жатқан палатаға беттеді. Палата ішінде жатқан әйелдердің ішінен оны тап басып таныды. Жылай-жылай көзі бұлаудай болып ісіп кеткен келіншектің түрі аяныштақ еді. Есіктен кірген дәрігерді көргенде, сірә бұл сәтті өзі де үрке күтіп жатқан болу керек, басын көтере алмай бүгежектеді де қалды. Жаңа ғана ширғып келген дәрігер бойындағы ашудың қайда кеткенін өзі де білмей қалды. Айна, сен маған сюрприз дайындап қойыпсың ғой. Келіншек үндемеді. Дәрігер оның қасына келіп отырып, қан қысымын өлшеді. Ақ шүберекпен тас қылып байлап тастаған кеудесін аш қысып көріп еді, сүт кернеген қос анары тырсылдап тұр екен. Балаңды емізіп, қалғанын сауып таста. Сүт қатып қалса қиын болады, деді. Жас келіншектерге кеңес беретін қашанға әдетімен. Қазірдің өзінде аздаған қызу бары байқалады. Балаң жақсы емсе, қалыпқа түседі. Мен оны емізбеймін. Келіншектің даусы солғын шықты. Сен асықпа, өмірде түрлі қиындықтар болады. Адам сол қиындықтармен күресіп, жеңе білсе ғана адам. Ал алғашқы қиындықта ақ өз басыңды қорғаштап, титімдей сәбиіңді тастап кетсең, кім болғаның? Бұдан кейін қалай өмір сүресің сонда? Келіншек басын тұқыртып, ләм-мим демеді. Күйеуің бар ма? Туыстарың бар ма? Босанғаныңды естіді ме? Көзінен тарам-тарам жас барлаған Айна, жастығын құшақтап, булығы ашылады. Жарайды Айна, сабыр ет, жағдайың қиын екені белгілі боп тұр. Жылағаннан пайда жоқ. Одан да екеулеп бір амалын ойластырайық. Дәрігер барынша сабырлы болуға тырысып, жас босанған анамен тағы біраз сөйлесті.